Вассаламу аля сейдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Аллах субханаллах тағалаға мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Аллах тағаланың салауат сәлемдері болсын. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы ата-ана жайында. Біздің үстімізде көптеген хақылар бар. Мысалы, Аллах тағаланың алдында хақымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында хақымыз, әйеліміздің, достарымыздың, ата-анамыздың алдында хақларымыз. Сол Аллах тағала менен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хақысынан кейін келесі кезекте тұратын бұл ата-ананың хақысы. Аллах субханаллах тағала Құранда айтады: "Анишкурли вали валидейя илайял масир." Маған шүкіршілік қылыңдар, ата-аналарыңа шүкіршілік қылыңдар дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: "Үш аят бір-бірімен бірдей түсті" дейді. Оның біріншісі ақимус солата ва атуз зака. Яғни намазды оқыңдар, зекеттеріңді беріңдер дейді. Кімде-кім намаз оқып жүріп, зекет бермейтін болса, оның намазы қабыл болмайды дейді. Екіншісі атиуллаха ва атиур расул. Пайғамбарға бойсыныңдар, Аллах тағалаға бойсыныңдар дейді. Кімде-кім Аллах тағалаға бойсынып, пайғамбардың айтқандарына бойсынбайтын болса, оның бойсынуы қабыл болмайды дейді. Үшіншісі анишкурли вали валидайя дейді. Маған шүкіршілік қылыңдар, ата-аналарыңа шүкіршілік қылыңдар дейді. Кімде-кім Аллах тағалаға шүкіршілік қылып, бірақ ата-анасына шүкіршілік қылмайтын болса, оның Аллах тағалаға шүкіршілік қылғаны қабыл болмайды дейді. Енді бұл Құранда, хадисте көп ата-анаға жақсылық қылу жайында көптеген аяттар, хадистер келген. Біз осыған қарап білеміз, ата-ананы ренжіту бұл үлкен күнәлардан. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде айтады: "Сіздерге ең үлкен күнәлар жайында хабар берейін ба?" дейді. Сол кезде сахабалар: "Я Алланың елшісі, айтыңыз" дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Біріншісі Аллах тағалаға серік қосу" деді. Екіншісі ата-ананы ренжіту деді. Үшіншісі өтірік айту деді. Сондықтан да бұл ата-ананы ренжіту ол үлкен күнәлардан болып саналады екен. Үлкен күнә болғаннан кейін оған міндетті түрде біз ата-анамыздан кешірім сұрап, міндетті түрде тәубе қылумен ғана бұл күнәміз кешіріледі. Және Аллах тағала Құран Кәрімде айтады: "Уақада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидейни ихсана. Имма яблуғанал кибара ахадухума ау килахума фала тақул лахума уффи ва ла танхархума ва қул лахума қаулан карима." Аллах тағала Құранда айтады: Аллах тағала өзіне ғана ғибадат қылуға бұйырды, және ата-анаға жақсылық қылуға бұйырды дейді. Егер сіздердің қастарыңызда олардың екеуі немесе біреуі кәрілік жасқа жететін болса, оларға уф деп айтпаңыз дейді. Және оларға жекірмеңіз, және оларға жақсы сөз айтыңыз дейді. Осы жерде ғалымдар айтады, ғалымдарымыз, егер Аллах тағала осы уф деп айту сөзінен да төмен бір қайтара тұрған нәрсе болғанда, ғалымдарымыз Аллах тағала оны да айтар еді деп ғалымдарымыз айтады. Сондықтан бұл жерде ата-ананы ренжіту дегеннен мақсат ата-ана баласына айту шарт емес, "Мен саған ренжідім" деп. Бұл жерде ата-ананың жүрегіне сондай бір ренжу ұялататын болса, сол бала ата-анасына сонымен ренжіткен болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата-ананы ренжіту жайында көптеген хадистерінде көп бізге келтірді. Бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Аллах тағала қияметте үш түрлі адамға қарамайды" деді. Солардың бірі осы ата-анасын ренжіткен адам деді. Екіншісі дайым арақ ішетін адам деді. Үшіншісі дайым адамдардың арасында өсек тасып жүретін адам деді. Және де басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "1000 жылдық жерден шығатын жәннаттың иісін сезбей қалудан сақтаныңдар" деді. Оларды 4 түрлі адам сезе алмайды деді. Сонда кім деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ең біріншісі ата-анасын ренжіткен адам" деді. Екіншісі туыстарыменен барды келдіні үзген адам деді. Туыстарымен араласпай қойған адам деді. Үшіншісі үлкен жасқа келген шал адамның зина жасауы деді. Төртіншісі тәкаппар адам деді. Олар жәннаттың иісін сезбейді деді. Сондықтан да бұл ата-анаға жақсылық қылу, бұл сауабы өте мол, жәннатқа кіруге бізге себепші болатын амалдардан. Ал ата-анаға ренжіту бұл бізге ертең тозаққа кіруімізге себепші болып қалатын амалдардан болып саналады екен. Бір қиссаларда келеді, бір жігіт айтады: "Мен әйелімді бір күні әйелімменен тұрғанымызға 20 жылдай болған еді" дейді. "Мен әйелімді бір ресторанға шақырмақшы болдым" дейді. Сөйтіп әйеліме бір сыйлық алып, әйеліме келіп, "Менімен бірге бүгін кешке тамақтанасың ба, ертең кешке тамақтанасың ба" деп сұрағанымда, әйелім маған тұрып айтты дейді: "Сен менен де әдемі, менен де жақсы көретін әйелді шақырмайсың ба" деп айтты дейді. Сонда мен тұрып: "Ол қандай әйел?" деп айттым дейді. Сонда: "Ол сенің анаң" деп айтты дейді. "Сен оны 19 жылдан бері ешқай жаққа шақырған жоқсың" деп айтты дейді. Сол уақытта жаңағы жігіт айтады: "Мен сол уақытта ойыма анам түсіп, расында да мен оны осыншама уақыт ешқайда шақырмағаным есіме түсті" дейді. Сөйтіп анамның телефонын алып, анама телефон шалдым дейді. Сөйтіп анам айтты дейді: "Я ана, мен сізді бүгін ертең дайын болыңыз, мен сізді бір жаққа шақырайын деп едім" деп айтты.
Мен звондағаннан бастап анам шошып кетті дейді. Балам, амансың ба, саған еш нәрсе болған жоқ па? Жоқ, маған жақсы деген уақытында әйеліңе бір нәрсе болып қалды ма деп сұрады дейді. Жоқ, жақсы. Балаларыңа бір нәрсе болды ма? Жоқ, жақсы. Тек қана мен сізді бір тамаққа шақырайын деп едім деп айттым дейді. Сөйтіп екінші күні анамның үйіне барған уақытында анам есік алдында бүкіл зейнетін жаңағы жақсы көйлектерін киіп есік алдында мені күтіп тұр екен дейді. Сөйтіп менің машинеме отырып маған қуанып айтты дейді. Мен бүкіл көршілерді, туыстардың ешқайсысын қалдырған жоқпын, бәріне айттым деп, мені бүгін балам мені тамаққа шақырды деп бәріне айтып шықтым деп айтты дейді. Сөйтіп анама қарасам, анамның үстіндегі көйлек 19 жыл алдын әкем әперген көйлекпен әлі жүр екен дейді. Сөйтіп оны асханаға алып, жаңағы ресторанға алып бардым дейді. Сол уақытта бізге жаңағы тамақтың мәзірін әкеп берді дейді. Сөйтіп мен қарап отырып, қарасам, анам көре алмай отыр екен дейді. Сол уақытта білдім дейді, анамның көзді дұрыс көрмей қалғанын білдім дейді. Сөйтіп анам айтты дейді, мен сізге таңдап берейін деп айттым дейді. Сол уақытта анам айтты дейді, кішкентай кезіңде мен саған таңдап беруші едім, енді сен маған таңдап беріп жатсың ба? Яғни сен маған қарызыңды қайтарып жатсың ба деп айтты. Сөйтіп екеуміз ананы еске алдық, мынаны еске алдық, жақсы кеш болды дейді. Өткен кеткеннің бәрін еске алып, жақсы кеш болды дейді. Сөйтіп анама мен тағы айттым дейді, сізді мен тағы бір тамаққа шақырайын осылай деп. Сол уақытта анам айтты дейді, жоқ, келесі жолы мен сені шақырамын. Келесі жолы мен сені өзімнің ашыма шақырамын деп айтты дейді. Сөйтіп екеуміз солай келісіп, екі жаққа тарқадық дейді. Екінші күн болған уақытта, сол біраз күн өткеннен кейін анам қатты ауырып қалды дейді. Сөйтіп ақырында сол анам сол ауруменен дүниеден өтіп кетті дейді. Кейін анам дүниеден өткеннен кейін бір күні қарасақ, бізге жаңағы рестораннан шақырту қағазы келіп тұр дейді. Сөйтіп қарасам, біз бардық дейді, әйелің екеуіңе деп екі қағаз келді дейді. Біз барып сол ресторанға барсақ, анамның хаты тұр екен дейді. Мен екінші кездесуге шейін ауруым себепті жете алмайтынын білдім. Сол себептен сен өзіңнің әйеліңмен тамақтансын деп, саған осы мынау тамақтың ақшасын бәрін төлеп кеттім деген анасының қағазын көрдім дейді. Бұл жердегі түсінетін нәрсеміз, бұл ана деген нәрсе, бұл баласын әрқашан жақсы көреді. Бала да анасын жақсы көреді. Бірақ көп уақыттарда бала үйленгеннен кейін осы ана менен келіннің арасы дұрыс болмау себептен көптеген уақытта келіні баласын анасына қарсы қойып жатады. Бұл хадистерде келеді, баланың үстіндегі ең үлкен ақы ол анасының хақысы дейді. Анасының хақысы ол әкесінің хақысынан да жоғары тұрады. Ал әйелдің үстіндегі ең үлкен хақысы ол күйеуінің хақысы дейді. Сондықтан қандай жағдай болсын, бала анасын, әкесін құрметтеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтады, 15 түрлі амал істеген адамға, сол адамдарға Аллах тағаланың бәлесі түседі дейді. Ол қандай амалдар дегенде, соның ішінде кімде-кім өзінің әйелін анасынан артық көретін болса, және де өзінің досын, достарын әкесінен артық көретін болса, сондай адамдарға Аллах тағаланың бәлесі түседі деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондықтан да роғима анфуху деген. Бір адамның мұрны жер иіскесін, яғни бұл жердегі мақсат сол адамға өкініш болсын деген мағынада. Өкініш болсын, оның әкесі кәрі жасқа жетіп тұрып, соның қызметін қылмаған себепті жәннатқа кіре алмаған адамға Аллах тағаланың өкініші болсын дейді. Бір кісіге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сұрақ келген уақытта ата-ана жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ата-ана сенің жәннатың, не сенің тозағың деген. Қаласаң, оны сақта деген. Сондықтан бұл ата-анамызға жақсылық қылу, бұл жәннатқа жетелейтін амал екен бізді. Ал ата-анамызға қарсы шығып, ата-анамызды ренжіту, бұл Құдай сақтасын, бізді тозаққа алып баратын амал екен. Сондықтан ата-анамыз тірі болған уақытта біз ата-анамызды ренжітпей, ата-анамызға қызмет қылуымыз керек. Ал ата-анамыз дүниеден өтіп кеткеннен кейін оларға да біз артынан дұға қылып тұруымыз керек. Себебі бұл жаңағы Аллах тағалаға шүкіршілік қылу дегенде ғалымдар айтады, күніне 5 уақыт намаз оқы дейді. Ал ата-анаға шүкіршілік қылу не болады десе, сол 5 уақыт намаз оқыған сайын ата-анаға сол намаздардың соңында дұға қылып тұру дейді. Бір адамның дәрежесі жәннатта көтеріледі екен. Сол уақытта, Аллахым, менің дәрежем не себепті көтеріліп жатыр деген уақытта, сенің артыңда қалған перзентің сен үшін дұға қылып жатыр. Сол дұға себепті сенің дәрежең көтеріліп жатыр деп айтады екен. Сондықтан да бұл ата-анамызға дұға қылатын болсақ, иншалла ол дұға барып тұрады. Ата-анамыздың айтып кеткен өсиеті болса, өліп бара жатқан уақытта соны орындауымыз керек. Және де ата-анамыздың артында қалған туыстармен араласуымыз керек, және оның құрдастары болатын болса, солармен де араласып тұруымыз керек. Ибн Омар радиаллаху анху бір күні келе жатқан уақытта алдынан бір үлкен шал шығып, сен пәленшенің Омардың баласы емессің бе дейді. Сонда я деген уақытта мен сенің әкеңменен араласқам деген уақытта Омар радиаллаху анху ана кісіні көріп тұрып, үстіндегі шапанын шешіп, астындағы есегін бәрін соған мінгізіп жібереді. Сол уақытта қасындағы достар айтады, сіз оған бір 2 дирхам бергенде болар еді ғой дейді. Сонда Омар радиаллаху анху айтады, бұл менің әкемнің көзін көрген адам екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім жаңа ата-анасы дүниеден өткеннен кейін оның достарын сыйлайтын болса, оның рухтары шат болады деп айтқан. Сол себептен мен оған жаңағы сол хадиске амал қылып, мен оған өзімнің киімдерімді, шапанымды
есегімді мінгізіп жібердім деген екен. Сондықтан да бұл ата ана балаға қылған дұғасы қабыл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, 3 адамның қылған дұғасы қабыл деді. Біріншісі ата ананың балаға қылған дұғасы деді. Екіншісі мүсәпірдің, сапарда жүрген адамның дұғасы қабыл деді. Үшіншісі мазлум, яғни зұлым шеккен адамның, зұлымдық қылынған адамның дұғасы қабыл деді. Сондықтан ата ана балаға қарғыс дұға қыла ма, алғыс дұға қыла ма, ол қабыл болады. Иншалла ата анамыз тірі екен, бұл дүниеде ата анамыздың алғыс дұғасын алуымызды Аллах тағала бәрімізге нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.